Құрметті ағайын, Шымкент қаласындағы Жұман автокөлік базары Kia Rio 2015 1.6 пробег 90 мың, родной краска 100% дейді. Бағасын көрсетпепті, толығырақ көрсетілген нөмірден біле аласыздар. Сыртында жұмысы жоқ, тап-таза. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Келесіде қандай автокөліктер түсірейін жаза кетіңіздер. Келесі бізде Hyundai Accent 2015 жылғы рестайлинг 6 ступка дейді, 100% родной краска. Бағасы көрсетілмепті, толығырақ көрсетілген нөмірден біле аласыздар. Lada Granta автомат 2018 жылғы родной окраска дейді. Цена 4 миллион 200 мың теңге. Келісім бар. Chevrolet Spark 2019 жылғы автомат 69 мың пробегпен 4 миллион 300 мың теңге сұрап тұр. Кожаный салон, Android магнитол салынған екен. Ол алғанды мен балам қызым істеген ол. Opel Astra 2003 жылғы 1.6 автомат 3 миллион 300 мың теңге сұрап тұр. Саудасы бар. Chevrolet R3 2022 жылғы 1.5 75137 пробегпен автомат саудасы бар. Толығырақ осы көрсетілген нөмірден біле аласыздар. Люкс комплектацияда. Audi S4 92 жылғы 2.3 механика 1,5 миллион теңге сұрап тұр. Газ бензин. Mercedes ешкі 94 жылғы объем 2.2 автомат, бағасы 2 миллион 400 мың теңге. Газ бензин.
Audi A6 универсал 95 жылғы 2.6 автомат, бағасы 3.500.000 теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар. Сыртында жұмысы жоқ, тап-таза титановый дискіде қысты дөңгелекте тұр. Chevrolet E3 2022 жылғы 1.5 автомат, бағасы келісім бойынша. Толығырақ жаңа көрсетілген нөмірден біле аласыздар. Lexus 470 2001 жылғы 4.7 куб газ бензин вариант бар, бағасы 7.500.000 теңге сұрап тұр екен. Nissan Qashqai қызыл түстегі 2012 1.6 автомат, бағасы 5.800.000 теңге. Nissan Almera 2006 жылғы 1.6 автомат, 3.500.000 теңге саудасы бар. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Қазақ контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Mercedes C-ка 94 жылғы объем 2.2, бағасы 4.200.000 теңге. Gambot var, makşay var. Orada gambot var, subay var, gambot var. Golf тройка 92 жылғы 1.8 автомат, бағасы 1.850.000 теңге. Audi S4 объем 2.6 екен, 93 жылғы автомат, бағасын қалдырмақтан келісім бойынша. Мороженое.
Golf тройка. 2 есікті екен. Купейный 408 мол автомат. Ешнәрсе қалдырмапты. Centra 2014 жылғы автомат газ бензин бағасы 4.150.000 теңге сұрап тұр, саудасы бар. Mercedes 210 Сталинг 2000 жылғы объем 3.2 автомат бағасы 4.700.000 теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар. Audi S4 91 жылғы 2 литр механика бағасы 2.200.000 теңге. Matiz автокөлігі 2012 жылғы 08 бағасы 2.200.000 теңге. Автомат. Hyundai Sonata 2005 жылғы автомат бағасы 3 миллион теңге сұрап тұр екен. Lexus RX 300 2001 жылғы 3 литр автомат бағасы 5 миллион теңге сұрап тұр екен. YouTube'ға ғой. YouTube'ға. Салоны ақ, кожа. Chevrolet R3 2021 жылғы родной краска бағасы 5 миллион 300.000 теңге дейді. Автомат. Салондар таза. Тесіктелінген.
Priora hatchback 2012 жылы родной краска дейді. Телефон номер 802 541 2818. Осы нөмірден толығырақ біле аласыздар. Nexia 2 2013 жылы 1.5 механика родной краска дейді. Бағасы 2.900.000 теңге. Желе комплектациясында. Mercedes Лопарик 99 жылғы 2.8 автомат, бағасы 4.600.000 теңге сұрап тұр екен. Toyota Picnic 98 жылғы 2 куб механика, бағасы 3.700.000 теңге сұрап тұр екен. Кореядан келген Toyota 2017 жылғы 2.5 автомат, бағасы 8 миллион теңге сұрап тұр екен. Транзит номерде. Кожаный салон. Chevrolet Cobalt 2023 жылғы 1.5 35 мың пробегпен, бағасы 6.800.000 теңге сұрап тұр. Люкс комплектацияда. Құрметті көрермендер, каналды қолдап тіркеліп кетіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңізге қарай видео түсіретін боламын. Қандай автокөліктер қызықтырады, жаза кетіңіздер.